Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қалдарың қалай? Алдымен бүгінгі сабақтың тақырыбы түркілер және олардың өмір сүру салты. Барлығымыз 52-ші бетке назар аударамыз. Бүгінгі күнді жазып, тақырыпты жазамыз. Балалар, енді кітапқа назар аударамыз. Қазақ халқының шежіресін бәйтерекке теңейді. Бұл ағаштың діңі. Қазақтардың бабалары сақтар, ғұндар, түркілер. Олар туралы не білесіңдер, кәне? Айтайықшы бәріміз. Түрлі ғұндардың ұрпақтары ғасырда қазақ жері түрлі қанатты мемлекеттік құрамында кірді. Түрлер көпшілі және түркілердің жетістіктері көне түрі руна жазуы, өзенгі ағаштан жасалған киіз үй. Түркілер ғұндардың ұрпақтары 6 ғасырда қазақ жері түрік қағанаты мемлекетінің құрамына кірді. Түркілер көшпелі және отырықшы өмір салтын ұстаныпты, балалар, я? Ал мына жерде ғасыр деген терминсіз бар екен. Бұл 100 жылдық мерзімді қамтитын уақыт өлшемі. Түркілердің қолөнері жақсы дамыған. Олар ағаштан, терінден, темірден түрі қолөнер бұйымдарын жасаған. Ал енді балалар, картаға назар аударамыз. Осы картадан түрік қағанатының жерлерін көрсетіңдер. Ауыр қаруланған түркі жауынгерлерінің жеңісін, яғни себептерін айтып беріңдер. Қаған дегеніміз, балалар, бұл басшы деген мағынаны білдіреді. Сонау түркі қағанатының негізін салған Бұлмын қаған болған екен. Ол темірден жасалған қарумен, сауытпен қаруланып, темір құрсанған қуатты атты әскер құрды. Түркілердің әскерлері шығысында Ұлы Қытай қорғанынан, батысында Қара теңізге дейінгі ұлан байтақ өлкені басып алып, билік жүргізді. Араб тарихшысы былай деп жазды: түркілердің елінде 25 қала орналасқан. Олардың ішінде Құлан, Мерке, Талғар және басқалары бар. Арықтар және ескі каналдардың ізі сақталып қалған екен. Археологтар қазба жұмыстарында орақ, пышақ, балта, үзеңгі, қылыш және әртүрлі әшекей бұйымдарын тапқан екен. Келесі, осы түркілердің қолөнері жақсы дамыпты. Олар ағаштан, теріден, темірден түрлі қолөнер бұйымдарын жасаған екен. Қане балалар, белсендірек боламыз. Ендеше сендер термен сөздерді жазып болсаңдар, қазір сендерге сұрақтар жіберем. Соның ішінде сол сұрақтар дұрыс немесе қате болса, я жоқ деген птичкаға жазып жібереміз. Келістік пе? Балалар, түсінбеген жерлеріміз болса, ұялмай сұраймыз. Балалар, бүгінгі тақырып бойынша, яғни түркілер және олардың өмір сүру салты бойынша мәтінді оқып келеміз. Сау болыңдар, балақайлар.